себебі ана сиқырды жасай берген зыпты ғой, қашты ғой. Ойбай Бекжан, құдайдан дұға қыл, сұмдық болып жатыр мына жақта деді. Жындар сөйтіп айтып иә, мына жерде сұмдық дәу жындар, ол елестете алмайсың. Ей Бекжан, сен кіммен соғысып жатқаныңды білесің бе? Сен кімсің, сен маған бүйтетіндей деп шықты анау. Сендер сияқтыларды бүйтіп жеу мен үшін сән ғой деді. Алып кел, құдайың қайда? Соғысайын бірге бір. Көрейік кім мықты екенін. Көзіңізге көріне ма? Өмірімде бірінші рет ананың дұғасының сондай құдіретін мен сол кезде сезіндім да, практикада. Анау жаңа денеде отырған үлкен шын бүйтіп мысық болып қалды ғой былай. Келді деді, былай қолын бүйтіп алып. Мынаның биіктігін ай, найзасын ай, мынау сұмдық қой мынау деп жаңа періштені көріп отыр ғой, енді ананы таңғалып жатыр, мынаның өзі таңғалып отыр. Өлтірейін деп жатыр деді да, бір кезде ішіне тықты ма, бір найзасын тықты ма анау. Ай, ішім деді жаңа жын. Бекжан, құтқарып бәрін істеймін, мұсылман боламын, көмектес маған деді ғой кәдімгідей. Мәссаған. Сөйтіп мысық бола қалды ғой. Анау сенің шығарып жатқан ифриттерің ол сиқырдың жындары дейді. Біз мына жақтағы не дейді? Ана жақтан келген, ата бабасынан келген родовой жынбыз дейді. Қауым болып кіре алады. Оны сіз ақылыңызға жетпейді, бірақ кіре алады. Ондай мүмкіндік бар. Ассалямалейкум, сәлем достар, баршамызға Алланың сәлемімен игілігі болсын. Достар, біз өткен жолы және алдыңғы подкастта жалпы мына қазіргі әртүрлі ақпараттық неше түрлі шабуыл жағдайында біз өзіміздің рухани кеңістігімізді түрлі зиянкестерден қорғау үшін не істеу керек деген сұрақтарға керемет жауаптар Бекжан ұстаздың ақыл кеңестерін бөліскен болатынбыз. Соның ішінде тағы да бір керемет кеңесін бүгінге арнайы алып қалдық. Ол қандай дейсіздер ме? Періштелерді шақыру. Ал ол мүмкін бе? Былай қарап тұрсаңыз, біздің ақылымызға сыйымсыз нәрсе ғой. Ол қаншалықты мүмкін бе, мүмкін емес пе? Ол туралы Бекжан ұстаз қазір кеңірек айтады. Ал оған дейін сіздер біздің арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер және жақындарыңызбен де бөлісіңіздер. Жақсылықтың барынша көп болуына атсалысайық. Періште шақыру керек. Түсіндіңіз бе? Алдында айтқандағыдай подкастта. Яғни бұл сиқырды жоқ қылу үшін Алланың мынаяқтан періштелер келу керек, көмектесу керек. Сол үшін сіз оны қазақша дұға қылып, я Раббым, періштені кім не үшін жаратты? Ол періштенің миссиясы адамға қызмет қылу. Я Раббым, мына қаралықтарды тазалауға маған өз құзырыңнан періштеңді жібер. Періштең арқылы мені тазалатқыз, нұр қыл деп періштені көмекке шақыру керек. Сөйтіп періште жаңа мен айтқан екі нәрсені жасаса, үшеу болма, любой сиқыр бітшін шығарады. Енді періште деген мәселені айтайын. Мен өмірімде бірінші рет періште шақыру деген қалай тәжірибеге келді деген нәрсе ғой. Бір баста бұл нәрсенің бәрі тәжірибемен келеді. Мен баста бір қызды оқыдым. Кітапта болды ма осы мәселе? Бар, періште жаңағы байлау, жындарды байлау деген сияқты жаңағы шақырып алу бәрі аяттар тұрған кітапта, бәрі тұр. Сізге ол тәжірибеден келді, иә? Кітаптан жоқ, тәжірибеміз ол бұрыннан бар, просто біз білмедік оны. Түсіндіңіз ба? Түсіндім. Ол бұрыннан бар нәрсе, бірақ бірақ періште деген нәрсені шақыру мен кітаптарда көрмедім. Бірақ оны мен тәжірибемен алып келдім. Ол енді бар ғой, бұрыннан нәрсе бар. Просто ол біздер білмедік деген сөз, ол бұрын жоқ деген сөз емес қой. Ол періштені шақыру деген нәрсе ол Құранда да тұр ғой. Құранның бірнеше аяттарында жаңағы егер Алладан сендер жәрдем сұрасаңдар, Алла тағала сендерге жәрдем беруге жауап береді дейді. Немен жауап береді? Жаңағы 1000 періштемен жауап береді дейді. 1000 періште жібереді сендерге дейді. Не үшін жәрдем сұрасаң? Жәрдем сұрау ол любой ситуацияда. Яғни любой ситуацияға жәрдем сұрау керек. Иә. Ол мейлі адамдар болсын, мол шайтандар болсын, бәріне Алладан жәрдем сұра, періштелер келіп көмектесе алады. Түсіндіңіз бе? Сол үшін бұл көрінбейтін әлемге періштелер шақыру міндетті да. Потому что олар көріп тұрады да, біз көрмейміз оны. Бірақ енді сол бір жағдай болды, бұл нәрсені. Бір қыз өте қатты сиқырмен ауырады. Қазақстанның бармаған емшісі жоқ, баспаған төбесі жоқ, ешқандай не жоқ. Емшіден емші жаңағы бәрі көмектеспейді. Сөйтеді да, енді шаршағаннан кейін қыз жас сөйтіп келеді да, бір күні мен де бір-екі рет оқыдым да, оның қатты әсер болмағаннан кейін мен оған айтқам, тәте менің шамам жетпейді, білмеймін, мен түсінбедім деп жібергем оған. Бірақ уақыт айналып маған келіп хабарласып, мен сізді көңілім қалап тұр, сіз көмектесіңізші, Аллаға көмектесін, сіз
біз себебін жасайық. Иә. Сосын айттым, келіссеңіз онда жасайын дедім. Бірақ мен ештеңеге уәде бере алмаймын. Бірдеңе істеймін, менің шамам жетпейтінін білемін. Мен бірақ Құдайға сеніп, онда сіз келсек екеуміз осылай оқайық деп, сонымен оқыдым оны. Оқыдым, көп оқыдым, бір айдай оқыдық. Сонымен бір ай емес, 20 күнге жақындаған уақытта ма, бір 10-15 күн оқыған кезде, енді жындар бойында Құдай өте көп ифриттері бар, басқа бар. Себебі ана сиқырды жасай берген сұмдық. Сөйтіп не керек, ақыр соңында ішінде мынандай бір түйін тұрады. Өзі тас болып тұрады, өзі адам сиқырланған кезде. Сол түйіндерді өзі ментальный шешеде болады адам. Сол түйінді тұрады да, сол не керек, сол түйінді енді кей кезде оқылу барысында жындарды біз айттық қой, мұсылман қылған жындарда болған деп. Яғни ол бәрі мұсылман жындар шыға бермейді, былай тек шыға бермейді. Былай кей кезде күшпен де шығаруға да болады, кей кезде мұсылманмен қылып саналы түрде шығарасын. Сол кезде бір-екі ифритті байладым, жақсылап, миын байладым. Жаны алқымға келді. Сол кезде ол маған құтқар деді. Көмектес деді, мен шығамын дедім. Сосын айттым, мен сен пайда шық өлтіруім керек, или сен мұсылман боласың, екі вариант деді. Ол айтты, жақсы, мұсылманшылықты бай маған түсіндір дейді, не үшін қабылдауым керек мәнін. Мен айттым, түсіндірдім, сөйтіп бірнеше ифриттер мұсылманды қабылдады. Сосын қабылдағаннан кейін енді барып кете бер дедім да. Сосын мен барып, енді бұл әлем маған белгісіз ғой, мынаның тәнінде не болып жатқан. Сосын сұрадым, неше жын бар, қандай не бар мынаның, сен көрсетші дедім да. Айттым, ол айтты, мына жүрек асқазан мен кіндіктің ортасында мынандай бір түйін тұр деді. Сол жерде біраз нәрсе, соны ашсаң, түйін шешсең, ол көрінеді, маған көрінбейді пока дейді. Сол жерде тұр, соны шешу керек, мына жерде үлкен сиқыр тұр деді, түйін тұр деді. Сосын ол айттым, сосын ол жындарға айттым, мұсылман болды ғой енді. Енді сен сауапты қалайтын шығарсың дедім. Бұрын енді іблис үшін жұмыс жасадың ғой енді. Іблис үшін жұмыс жасасаң, сенің деңгейің де өседі, дәрежең де өсіретін еді жамандық арқылы. Енді бізде исламда адамға көмектессең, сенің жақсылығыңа, бір жақсылығыңа 10 жақсылық, 100 жақсылық, 1000 жақсылық Құдай қайтарады деген нәрсе бар бізде де. Тек сендерде емес, іблис тек. Бізде де Құдай солай арқылы дәреже береді. Бізде де сол арқылы сен рухани өсесің, сол арқылы сен ағарасың, сол арқылы нұрың күшейеді деп айттым. Сол үшін мынаны мен саған ештеңе демеймін, Құдай үшін істеймін десең істе дедім, көмектес дедім, ана түйінді шеш дедім. Сөйтіп не керек, екі ифрит, біреу сырттан, біреу іштен шешеміз деді. Көмектесті саналы түрде. Мұсылман болып кеткен жоқ та енді ар жаққа. Көбінесе жіберетін еді ма Мекке жаққа тайдап. Сосын кеткен жоқ. Сосын екеуі шешті. Өзі саналы түрде қабылдады. Мен шешемін деді. Мен ұсыныс бердім, олар шешті. Сөйтіп не керек, екеуі шешті ана түйінді. Сөйтіп шешті түйінген кезде ана екі өзінше мұсылман қабылдаған жын зытты ғой, қашты ғой, ойбай Бекжан, Құдайдан дұға қыл, сұмдық болып жатыр мына жақта деді. Қазір мен намаз оқуға кетіп қалдым деді. Жындар сөйтіп айтып иә, мен намаз оқу, сұмдық дұға қыл деді. Менде түсіндірген жоқ. Сосын намаз оқуға кетіп қалды. Сосын бір кезде ана жаңа жынның дауысы жай шығып тұр да, андай сөйлей алмай қысылып тұр да. Не болды? Жаңа жарқын сөйлеп тұр едің. Мынау ғой мені қысып жатқан дейді да, несі. Мына жерде сұмдық ұжын тұр, ол елестете алмайсың, мынау вообще алпауыт күш деді. Мынаған біз шамам жетпейді. Өзі ифрит ол бар. Ифриттің өзі жай нәрсе емес. Мынау сұмдық деді. Мынау бұндай мен сол үшін сен Алладан дұға қыл, мен шықтым, мен бұған шамам жетпейді, сен өзің бірдеңе қыла бер, мен сыртта тұрамын деді да. Сөйтті не керек, мен оған айттым, шық дедім, анамен сөйлесейін дедім. Сөйттім, жайлап неғып едім. Бір кезде ананың ішіндегі жаңағы аяқ қыздың ішіндегі жын шықты, деп дауысы гүр етіп кәдімгідей андай болды, бүйтіп. Алла сақтасын. Сөйтіп шықты да, ей Бекжан, сен кіммен соғысып жатқаныңды білесің бе? Сен кімсің, сен маған бүйтетіндей деп шықты анау. Сосын мені сындырып жатыр ғой, короче, не арқылы, моральный. Сосын айттым, мен Алланың құлымын, не болды дедім. Сосын жеп қоямын ғой сен деді ғой, короче, маған. Сендер сияқтыларды бүйтіп жеу мен үшін сән ғой деді ғой. Көресің, жесең жерсің, оны көрейік онда дедім. Сосын қазір Алла тағаланың періштелері келеді, жаңағы Алланың періштесі келеді деген нәрсе ойыма келген жоқ ол кезде. Айттым да, мықты болсаң Алламен соғысасың деп айттым. Сосын шақыр, Құдайыңмен соғысайын деді ғой. Анау алып кел, Құдайың қайда, соғысайын бірге бір. Көрейік кім мықты екенін. Көзіңізге көріне ма? Көрінбейді, адамның сөзінде сөйлеп тұр, жаңағы тәнмен сөйлеп тұр. Бүйтіп қояды аспанға қарап, жатыр ғой енді. Шақыр кәне деп бүйтіп былай. Адамның денесінде сөйлеп отыр ғой. Сөйтіп сосын
Жақсы дедім. Сен Алламен соғыспай тұрып, бірінші ойыма келді, ана Анфал сүресін оқитын едім ғой, жаңағы сол жерде сол алғаш рет соны практиковать етем деп жүргенмін ғой енді. Сол кезде бір сәті туып, Құдай санама жүрегіме соны алып келді да. Жақсы, сен Құдаймен соғыспай қой, бірінші Құдайдың періштесімен соғысып ал, содан кейін Құдаймен соғыса бересің ғой. Бірінші періштесін не қылып деді, шақыр деп саналы түрде айтып отыр. Мына жақта шешесі жылап отыр. Өмірімде бірінші рет ананың дұғасының сондай құдіретін мен сол кезде сезіндім да, практикада. Айттым, тәте дедім, сіз бүткіл жан дүниеңізбен беріле тұрып, пайғамбарымыз айтқан, әке шешенің дұғасы баласына қабыл деген, сіздің дұғаңыз сөзсіз қабыл болады. Мен мына Анфал сүресін оқимын, періште шақыратын аят. Сіз дұға қылыңыз, екеулеп қазір мынаны жоқ қылмасақ, періштер қыл, мынау сұмдық дедім. Анасы жылап дұға қылып жатыр, жаңа Алладан сұрап отыр, тозақтың періштесін шақыр дедім мен оған. Бұған тозақтың періштесін шақыр, тозақтың періштесін шақырыңыз. Дәл солай сұраңыз Алладан дедім. Мен Анфал сүресін оқып жатырмын, ниет қылып. Оқып жатырмын. Бір кезде 5 минуттай оқыдық. Анасы жылап жатыр. 5 минут болған кезде анау жаңа денеде отырған үлкен шын мысық болып қалды ғой былай. Келді деді. Былай қолын бүйтіп алған. Жаңа деп жатқаннан дауысы мысық сияқты. Келді. Мынаның биіктігін-ай, найзасын-ай, мынау сұмдық қой мынау деп жаңа періштені көріп отыр ғой енді, ананы таңғалып жатыр. Мынаның өзі таңғалып жатыр. Өлтірейін деп жатыр деді да, бір кезде ішіне тықты ма, бір найзасын тықты ма анау. Ішім деді жаңағы жын. Сол кезде ішіне бір рет тыққан кезде ана жаңағы өзінше бүйтіп отқан жаңағы керемет жынымыз Бекжан құтқарып бәрін істеймін, мұсылман боламын, көмектес маған деді ғой кәдімгідей. Сөйтіп мысық бола қалды ғой ананы. Бүйтіп бәрін істеймін, не айтсаң соны істеймін, бүткіл мына саладағы секреттің бәрін саған айтып беремін, мені құтқар, мен қазір өлтіреді деп. Сөйтіп өлтірейін деп жатқан жерден айттым, Алланың әмірімен тоқтаңдар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мұсылман болып болам деп жатқан мүшрикті де өлтірмеген, маған бір мүмкіндік берейін дедім. Сосын айттым, точно дедім ме дедім, точно. Қара дедім, өтірік мұсылман болсаң анау тұр дедім, келеді да маңдайыңды қағып өлтіреді дедім. Аллахи деді. Сөйтіп жаңағы кәлимасын айтып, не істеп жаңағы шахадасын айтып, не керек, қайдан шыққан бәлесің сен дедім да. Біз ата бабасынан келетқан жынбыз деді. Мен үлкен алпауыт күшпін деді. Бұлардың ата бабасы кезінде біздермен жұмыс жасаған. Кейін өздері өліп кетті, біз сол тұқым қуалап жатқан келетқан деді. Анау сенің шығарып жатқан ифриттерің ол сиғырдың жындары дейді. Біз мына жақтағы не дейді? Ана жақтан келген, ата бабасынан келген родовой жынбыз дейді. Сосын бұл қызды бір қызығы ана емшілерге барған кезде бәрі бұны қызды жабысқан ғой, сенде қасиетің бар, сен ұстануың керексің, сенде күш бар, сен бұл емделмейді, сен осын деп жаңа ана ішіндегі ана нені ояту керек болып тұр, ана жындармен жұмыс жасап колдун қылғысы келіп тұр ғой, бұны түсіндіңіз ба? Сөйтіп бұл қыз өзі қаламайды ондай нәрсені. Сөйтіп не керек? Жаңағы дәу алпауыт жынды періште арқылы біз өмірімде мен бірінші рет практикада шаруасын бітіріп, сосын не деді, ол мұсылман қабылдады, не қылды, сөйтіп өзінің бүткіл жаңағы мынандай түйінде бүткіл әскерін алып кетті. Адамның тәніне қауым болып кіре алады. Түсінесіздер ме? Қауым болып кіре алады. Оны сіз ақылыңызға жетпейді, бірақ кіре алады. Ондай мүмкіндік бар түйін арқылы. Ананың дұғасының кереметтілігін мен өмірімде осылай көргем. Бірақ ол қыз бармаған жер жоқ, емделмеген адам жоқ, бірақ Алланың қалауымен солай шипа тауып жақсы болып кеткен. Сол кезде мен түсіндім, родовой тұқым қуалайтын жындар ол бөлек нәрсе. Ол жаңағы кейбір Құран аяттарына олар қатты шыдай алады, жай қарапайым сиқырдың жындарына қарағанда. Ол уже басқа нәрсе екендігін мен сол кезде түсіндім. Сол үшін енді түбінде келгенде барлық бұл әлемдердің қарсы тұратын нәрсе бәрі Аллаға тіреледі. Аллаға келуге шақырады. Алладан жәрдем сұрауға шақырады. Егер Алладан жәрдем болмаса, сіз бен бізге ешкім көмектесе алмайды. Сол үшін осы нәрсені түсінуіміз керек. Сұрақтарыңыз болса? Жақсы, осының өзі біразға түсінікті деп ойлаймын. Алтын шыққан жерді белден қаз деп сізді әлі талай шақыратын сияқтымыз ғой. Алла қаласа. Енді негізі сұрақтарға жауап берілді деп ойлаймын. Құдай қаласа көрермендер де біздің осы айтылған насихаттарды, айтылған кеңестерді өмірінде қолданса, неке шын мәнінде рухының мүмкіндіктерін жан-жақты қолдануға, өмірін жақсартуға, бұл үлкен, бұл Алланың жәрдемі ғой, қолдауы. Бір сұрақ
сізге мына көбісі Бекжан ұстазбен қалай хабарласамыз, қалай жолығамыз деп айтып отыр. Енді сіздің ат жөніңіз жазылса да сұрақ жан-жақтан мен қойып шынымды жатыр. айтсам, адамдарға мен өзіме байлаған шақырмаймын. Мен адамға өте көп хабарласады маған. Мен бәріне не берем. Мен оларға энергиям жетпейді. Мен өзім бұл салада мен тек осы саламен өмір сүремін деп жүрген адам емес. Мен ары қарай өзімнің білімім бар, кітабым бар, жеке өмірім бар деген сияқты. Сол үшін мен бұл жерге келудегі мақсатым адамдарды адамға байлау емес, адамдарды өзінің рухының күшін оятып, өз-өзін емдеудің жолын үйреттім болды. Осы арқылы пайдаланыңыздар. Кейбір түсінбей жатқан дүниелеріңіз болса, мүмкін WhatsApp-қа жазыңыздар, звондаудың қажеті жоқ. Мен әрине көп нәрселер жазылады, мен оның бәріне жауап бермеймін, бірақ қолым тиген кезде жауап беруге тырысам. Бірақ бәріне жауап беремін деп уәде бере алмаймын. Түсіндіңіз ба? Сол үшін жауап беруге тырысам. Енді бір күрделі шеше алмай жатқан бір түсініксіз дүниелеріңіз болса, ол кезде сондай адамдар келсе, мен оған көмектесем. Ал бірақ менің айтқан нәрселерімнің бәрі жаңағы егер шын ниетіңізбен Алладан сұрасаңыздар, бұның бәрі не дейді, мына өмірде пайда беретін кәдімгідей керемет құралдар. Екінің бірі сізге үйрете бермейтін кәдімгідей құралдар. Осы нәрсені қазіргі тілмен лайфхак. Құралдар, осы лайфхакты пайдалансаңыздар, сіз өміріңізде былай қарағанда ешкімге мұқтаж болмай-ақ Алла арқылы өзіңіз проблемаңды шеше бересіз. Рахмет, сізге Алла разы болсын. Және көп сұрайды, аты кім ұстаздың, сіздің атыңыз жазылып тұр. Қалай бұл кісімен хабарласамыз дейді. Парақшасы тұр, Инстаграм парақшасы тұр. Тікелей сұрақтарыңыз болса, енді ұстаздың шынымен әрқайсыңызға бірдей жауап беріп отыратын уақыты жоқ. Ол білім іздеген адам оны жақсы түсінеді. Сондықтан Инстаграмға тіркеліңіздер, сұрақтарыңыз болса, сол жердегі посттардың астына тікелей қоюға болады, кей кезде мен жауап берермін, көмекшілерім жауап береді. Әйтеуір жаңа Инстаграм жүргізіп жүрген адамдар да жауап бере береді ғой. Болады. Мен де жауап беремін. Инстаграмда өзіңіз отыра беремін. Совместно ғой, былай көмекшілер де отырады, мен де отырамын, екеуміз де отыра береміз ғой бірге. Ортақ аккаунт қой. Біз және осы подкасттың астына Инстаграм парақшаны барлығын жазып қоямыз. Соны оқыңыздар. Көбіңіз оқымайсыздар, сұрай бересіздер, аты кім, Бекжан ұстаздың аты кім деп отырасыздар. Жан-жақты өзімізге миымызға қозғау салсақ, өзіміздің мүмкіндіктеріміз көп екенін ұстаздан естіп отырмыз. Мінекей достар, сіздер қандай пікірде екендеріңізді білмеймін, бірақ өз басым Аллаға сенген адам құстай ұшады, ал адамға сенген адам мұрттай ұшады деген халқымыздың осы даналығы бекер еместігіне өзім әбден сенемін. Сондықтан әрдайым Аллаға сеніп, оның керемет осындай ғажайыптарына бөленіп, өмірімізді берекеге, берекеге, екі дүниенің бақытына бөленуге Алла тағала мейір махаббатымен нәсіп етсін. Ал енді осы подкасттың толық нұсқасын Алла қаласа біз келесі жолы бөлісеміз. Ол үшін біздің арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрдайым амандықта болайық, Аллаға аманат болайық.